Бәріңізге сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте оңай балды торт жасайтын боламыз. Аста қалың ыдысқа немесе антипригарный ыдысқа қантты, балымызды, сары майымызды бірдей салып, астын баяу отқа қойып, жаймен араластырамыз. 3 ингредиент бірдей түгел араласуы керек. Массамыз түгел араласып болғаннан соң 1 ас қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Тез араластыруымыз керек, өйткені біздің массамыз ас сода салынғаннан кейін тез көпіріп көтеріліп кетеді және сары түске тез енетін болады. Массамыз сары түске енгеннен кейін бөлек ыдысқа салып, суытып алуымыз керек. Массамыз толық суығаннан кейін ұнымызды саламыз. Барлық ингредиенттің мөлшерін описаниеге қалдырып кететін боламын. Содан соң керегінше жұмыртқамызды салып, жұмсақ етіп қамыр елетін боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 30 минут көлемінде тоңазытқышқа массамызды, яғни қамырымызды салып қоямыз, міндетті түрде. 30 минут уақыт өтіп, массамызды, қамырымызды тоңазытқыштан алып, оны 7 бөлікке бөлетін боламыз. Қамырды жаятын жерге ұн сеуіп жіберсеңіздер болады, өйткені қамырымыз кішкене жабысқақ, сондықтан кішкене ұн сеуіп қолыңызға жабыспайтындай етіп, осылай дөңгелетіп кесіп алатын боламыз. Жеті бөлікке бөліп алған себебіміз 6 корждың арасына крем жағамыз, ал 7-шісін сыртына посыпкаға жарататын боламыз. Қамырымызды жайып алғаннан кейін осылай кез келген өлшемде өздеріңіз өлшеп аласыздар. Мен осылай кесемен шетіне бір бастырып алдым, өзінің сызығы білініп тұрсын деп. Печкадан алғаннан кейін шет жан-жағын кесіп тастауға оңай болсын деп осылай бір бастырып аласыздар, кесу қажет емес. Барлық корждарымыз дайын болды, енді арасына крем жағу процесін бастаймыз. Балды торттың арасына ең жақсы крем ол заварной крем болып есептелінеді. Мен кремдердің түрлерін YouTube каналыма салып қоятын боламын, алдағы уақытта көріп дайындап алсаңыздар болады. Осылай барлығын жағып алған бір бастырып аласыздар, кесу қажет емес. Барлық корждарымыз дайын болды, енді арасына крем жағу процесін бастаймыз. Балды торттың арасына ең жақсы крем ол заварной крем болып есептелінеді. Мен кремдердің түрлерін YouTube каналыма салып қоятын боламын, алдағы уақытта көріп дайындап алсаңыздар болады. Осылай барлығын жағып алғаннан кейін сыртына посыпкасын сеуіп әдемілейтін боламыз. Бұл торттың айырмашылығын көрген боларсыздар, ешқандай оқтауды қажет етпейді. Қолмен-ақ тез жайылып жасауға болады. Әдемілеп шет-шетін осылай посыпкасын жабыстырып, ұнтағын жабыстырып алуымыз керек. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір жазып кетуді ұмытпаңыздар және каналға тіркеліп алыңыздар.